Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Дәмханадан шыққан соң көлікке отыруға асықпаған ермек есік алдындағы орындыққа отыра кетті. Дастанның көлігі қозғалып кетсе де отыра берді. Санасында сансыз ойлар. Дастанның күмілжуі орынды. Көкірегін кернеген кектің буымен үлкен істі қолға алғанымен нүктесін қояр сәтте қобалжуын қарашы. Бар ойы бәрін осы жерден аяқта деп адамгершілікке шақырса. Екінші ойы өзіңді іздемеген жанды аяушы болма деп азғырады. Әзірге таразы басы тең. Салмақтың күші қайда ауысарын. Күздің салқын желі денесін қарып өтті. Бір сілкініп алып орнынан көтерілді де көлігіне бет алды. Қаңыраған пәтеріне келді де шешінбестен төсегіне құлай кетті. Жаны құлазулы. Телефонын алып анасының нөмірін терді. Балам, үйге келесің бе? Қонақтар әлі кетпеді деген анасының жарқын даусын естіген сәтте көңіліне жылулық ұялады. Апа, алам болмаңыз, пәтеріме келдім. Дастанмен кешкі асқа бардым. Онысы ескерткім келгені деді. Дастан, үйге келеме? Дайын ас бар дегендей, қазір өзім қоңырау шалайын деген анасына, апа, ол ертең соғармын деген. Осы сіздің балаңыз менмін бе, әлде Дастан ба деп қалжыңдады. Баламның досы менің де балам. Қызғанып тұрмысын, ол атаны алақанын көрмеген жан. Сондықтан досыңды түсінуге керексің деген анасына, болды анашым. Дастан үлкен балаңыз, мен кішісімін. Балаңыз ертең соғады, жақсы сау болыңыз деп тұтқаны қойды. Ермек ойға шомды. Дастан, Ермектің жан досы. Балалық шақтары бірге өткен. Көрші тұратын Бағдат аға мен Жамал апаның баласы. Дастан онға толар сәтте әуелі анасы, кейін әкесі аурудан көз жұмды. Дастан ата-әжесінің қолында қалды. Екеуінің жұптары жазылмады. Сабаққа бірге барып, бірге ойнап, бірге қайтатын. Кезектесіп бірінің үйінен бірі ас ішетін. Ермектің апасы Дастанды да бауырына басып қамқорлық танытатын. Анасындай болмаса да бар жақсысын аузына тосатын. Балам, үстің ластаныпты, әкел жуып берейін деп кір киімін сыпырып алып, Ермектің тәуір киімдерін кигізіп қоятын. Бірте-бірте Дастан осы үйдің тұрғынына айналды. Ата-әжесі іздеп келсе де бармай қалатын. Бір-бірінен ажырамаған екі достың жолдары мектеп бітірген соң екіге айырылды. Ермек Алматыға асса, Дастан Ақтөбеде қалды. Дипломдарын қолдарына ұстап ауылға оралған соң қайта қауышты. Бұл аралықта Дастанның ата-әжесі де өмірден өткен еді. Бизнес бастағанда қасында Дастан болды. Ауылдан қалаға көшті. Анасына қала шетінен үй әперді. Өзі жұмысына жақын жерден пәтер алды. Дастан екеуі бар қиыншылықты бірге көрді. Компанияның жағдайы тұрақтанған соң өз ойын Дастанға ақтарып салды. Келесі күні досы басқа қалаға іссапарға аттанған. Сол аралықта 2 жылдың зыр ете қалғаны. Асыл кезекшілігін тапсырып сабаққа асықты. Күздің келгені бірден білінеді. Таңғы салқындық тондырып барады. Жемпірінің алдын айқастырып алды да аялдамаға жүгірді. Автобус көп күттірмеді. Адам қарасы аз екен. Артқы орындыққа жайғасты. Сабақта отырып ұйқысы келе берді. Түн тынымсыз болды. Жүгіріп жүріп таңға жақын демалған. Үзіліске шыққанда дәретханаға барып беті қолын салқын сумен шайып алған сергіп қалды. Енді 2-3 сағат шыдаса болды, жатақханаға барып көз шырымын алады. Кешке тағы кезекшілік. Қасындағы апа қолқа салған. Келіспеске болмады. Адамның күні адаммен. Жұмыс кабинетінің есігін аша берді де есіне түскендей кері бұрылды. Арай, Бағдатты шақыршы деді. Жақсы деген Арай орнынан көтерілді. Шамалы уақыттан соң есік тықылдады да Бағдаттың сұлпасы көрінді.
Ермек мырза, шақырдыңыз ба деді ақырын. Кел, Бағдат, жайғаса бер. Кешегі ақпаратпен таныстың ба деді көзін алмай. Қарап үлгермедім. 2 апта уақытың бар, мұқият оқып шығарсың. 2 аптадан соң жаңа қызметке кірісесің деді. 2 апта деген Бағдат таңданысын жасыра алмады. Келіспейтін болсан бірден айтарсың деді Ермек әлі де көзін Бағдаттан айырмай. Келісемін, бірақ дей бергенде барлығын өзім үйретемін. Компания басқару оңай емес. Сол жағынан қашып отырсан, оған алаңдама. Келістік па деді. Дастан мырза, қазір сол жерде жұмыс жасауда. Басшылыққа лайықты деді даусын сыбырлата. Дастан мырза, осындағы басшылыққа ауысады. Сені алам болма. Барлығына келісілген. Бара беруіңе болады деген Ермек шырылдап жатқан телефоны қолына алды. Балам, Дастанға арнап ас дайындап жатырмын. Кетемін дегеніне қарамай отырғызып қойдым. Келесің бе деген анасына жақсы деп тұтқаны қойды. Арай, түстен кейін боламын деді кабинеттен шыға бере. Қақпалдында Дастанның қып-қызыл көлігі қантарылып тұр. Өзі бір қалыпты түске үйренгендіктен Дастанның ашық түстерге жүгіретінін қызық көреді. Көлігі қызыл, киімі сары, шұлығы жасыл, құдды кемпір осақ сияқты. Есікті ашқанда тәтті иіс бұрқырап кетті. Балам, сен бе? Дәл келдің. Дастан балам ас дайын деген анасының даусын естіп төргі бөлмеден Дастан да шықты. Апамның асын сағындым деген күйі орындыққа жайғасты. Жей ғой балам, ол жақта жағдайың болмай жүрген шығар, басында жиі келетінсің, қазір келуіңді азайттың. Сірә болашақ келін пайда болған шығар деп езу тартқан анасына, апа, сіз бар ғой көріп келсіз. Қайдан біліп қойдыңыз деп ыржалақтаған Дастанға, Жанарды әкеліп таныстырсаңшы деді Ермек. Жанар, есімі жақсы екен. Өзі қандай жан? Суреті бар ма деп сұрақтың астына алған апасына, апау, асықпаңыз, жақында ғана таныстым деп құтылған Дастан Ермекке алара қарады. Айтпақшы, апа, балаңыз 1-7-ден соң осында оралады деді Ермек Дастанның қылығынан көзіне ілмей. Рас па? Жақсы жаңалық деп осын айт. 2 балам да көз алдымда. Енді үйленсеңдер, жастарың болса 30-ға келді дей бергенде, апау, сабыр етіңіз, бәрі өз орнымен болады. Қарным ашып барады деп сөзін бөлген Дастан тамаққа қолын созды. Жұмысқа баратын уақытым болыпты. Бүгін түске дейін 3 сағат, түстен кейін 2 сағатым бар. Дастарханның бетін жауып кетерсіңдер. Ыдыста келген соң жуып алармын деген анасын сағатына қарап. Айтпақшы, апау, ұмытып барамын. Мынау менің сыйлығым деген Дастан қалтасынан шағын қорапты шығарды. Қорапты ашқан анасы қымбат жүзік секілді. Кеше Ермек те сыйлаған. Алып қояйын. Ертең келіндеріме тағамын. Рахмет балам. Бағың ашылсын. Бақытты бол деп Дастанның маңдайынан иіскеді. Апау, сізге де рахмет. Анамның орнын басып келесіз. Сіздің арқаңызда жетімдікті көрмедім деген Дастанның көзіне жас келді. Қой, жігіт жылай ма? Атаннан көрмеген қызықты бірге көрейік деп арқасынан қаққан анасын Дастан құшақтап жібермей қойды. 2-3 сағат тынығып алған асыл жұмысына жинақтала бастады. Кешегі науқастың өтініші есіне түсті. Жақындары ауылда көрінеді. Олар жеткенше дәрісі таусылуға айналыпты. Жолай дәріханаға соға кету керек. Есік тықылдады. Басын көтерген Ермек, кіре беріңіз деді. Ермек мырза, сағат 6 болды. Кете берсем бола ма деген Арайға, бара беріңіз, мен әлі отырамын деген Ермек жұмысын жалғастыра берді. Соңғы кездері нарықтағы акцияларға қатысты ақпараттарды зерттеп жүрген болатын. Инвестиция бағытында бағын сынап көрмекші. Солармен отырып, уақыттың жылжып кеткенін аңғармай қалыпты. Ноутбугын сөндіріп, кабинетін кілттеп шықты. Пәтерінде дайын ас жоқ. Өзімен бірге ала кеткенді тәуір көрді. Көшенің қарсы бетіндегі дәмхананың тамағына үйренген.
Көлігімен айналып жүргенше жаяу барып ала қоймақшы болды. Жаяу жүргінші жолағынан өте бергенде тарс еткен дыбыс шықты да өзінің құлап бара жатқанын аңғарды. Қас қағым сәтте, бір мезетте, ағай, ағай маған қараңыз, басыңызды көтермеңіз, жарыққа қараңыз, еш жеріңіз ауырмай ма? Тұрмаңыз, жата тұрыңыз, жедел жәрдем шақырайын деген нәзік дауысты естіді. Құлаққа жағымды, көз алды қарауытып, анық көрмейді. Барынша ашуға тырысып жатыр. Бір мезет мөп-мөлдір жанарларға тоғысты. Құлағындағы айшықты сырғасы санасына жатталып қалды. Есін жедел жәрдем көлігінде жиды. Мұның оянғанын аңғарды ма фельдшер, жағдайыңыз қалай деді. Жақсымын. Маған не болды? Деді бұл. Көлік қағып кеткен көрінеді. Сындықты аңғармадық. Ішкі жағынан болмаса, қазір ауруханаға жеткен соң ауырсынатын жерлеріңізді айтарсыз деп жауап қатқан фельдшер қан қысымын өлшей бастады. Ауруханаға жеткізген соң Дастанға қоңырау шалып жағдайын баяндады. Достым, қазір мен жолға шығамын. Мен жеткенше ешқайда кетпе, толық тексеріліп алғаның дұрыс. Міне мен жолға шықтым деген соң тұтқаны қойды. Таныс дәрігерге хабарласты. Бүгін кезекшілікте екен, дереу жетті. Келе барлық тексерістен өткізе бастады. Тексерісті аяқтай бере алқынып Дастан да жетті. Достым, амансың ба? Зәремді ұшырдың ғой, кәне қай жерін деп аяқ қолын айналдыра бастады. Көрінетіндей жарақаты жоқ. Құлаған кезде басын соғып алған көрінеді. Біраз уақытқа дейін бас ауруы мазалауы мүмкін. Мен дәрілер жазып беремін. Егер қоймай жатса қайта тексерістен өтерсіз деген дәрігер қолына жарты парақты ұстатты. Бүгін қаласаңыз қалуыңызға болады, бақылап көрейік деген дәрігерге қайта берсем бола ма деді. Қайдағын айтпа, осында қаласын, ертеңге дейін қасыңда боламын деген Дастанға мен жақсымын, алаңдамай қайта бер, ертең жұмыс, бүгінде қалдың ғой деді. Ештеңе етпес, досымды күнде көлік қағып жатқан жоқ, дәрігер қазір шетіндері бар ма? Дәріханаға барып қайтайын деген Дастан Ермектің қолындағы қағазды алды да палатадан шығар есікке беттеді. Дастан, апама дей берген Ермекке кері бұрылып, бүгінше айтпаймын деді де шығып кетті. Ауруханадан шыққан соң Дастан Ермекті анасының үйіне әкелді. Ермекті көрген бойы, балам, өңің босарып кетіпті ғой, аманшылық па деп алаңдаушылық танытты. Апа, байқамай құлап қалдым, дәрігерге қаралдым, міне берген дәрілерінде алдым, пәтерінде қараусыз болар деп өзіңізге әкелдім деген Дастанға, балам, рас айтасың ба? Қайда құлап жүр? Біреу ұрып кеткен жоқ па деп сенімсіздік танытты. Төргі бөлмедегі диванға жатқызасың ба? Сабағыма барар уақытым болып еді, қазір директорге ескертейін деп телефонын қолына ала берді. Апау, сіз жұмысыңызға бара беріңіз. Бүгінде жұмыстан қалдым. Кешке дейін осында боламын деген Дастанға мен жақсымын. Алам болма, жолыңнан қалма. Апа, сізде жұмысыңызға бара беріңіз деді Ермек диванға қисайып жатып. Апа, мен қаламын, сіз бара беріңіз деп Дастан да бой бермеді. Жақсы балам, бүгін сабағым тек түске дейін еді. Келген соң жақсылап ет асып берермін деген анасы Ермекке жақындап, балам, еш жерің ауырмай ма? Менен еш нәрсе жасырма деді. Апау, сізден жасырғаным жоқ. Сенбесеңіз дәрігердің қағазын қарап шығыңыз. Қорқатын ештеңе жоқ, сіз бара беріңіз. Досыма өзім қарай тұрармын деген Дастан сырт киімін шеше бастады. Ермектің көзі ілінбеді. Ойына айшықты сырға түсе берді. Тұп-тұнық, мөлдіреген жанар. Нәп-нәзік дауысы құтқарушы жан. Сен кімсің? Қайдан табамын? Ермек үйінде бір апта жатты. Дәрігер ескерткенде алғашқы 2-3 күн бас ауру мазалап болды, бірақ онысын анасына білдірмеуге тырысты. Ыстық сорпа мен жақсы күтім әсер етті ме, 3-4 күннен соң қалыпқа келе бастады. Жұмысына оралуы керек, жоспарлары тұрып қалды. Келесі апта жұмысына оралған Ермек әуелі Бағдатты шақырды. Бағдат, орныңа адам аламыз, бір аптада барлығын үйретуге тырысарсың.
Тапсырыс берушілер мен клиенттер базасында ұмытпа, жұмысыңа орала бер деген ермек шығып бара жатқан Бағдатқа Бағдат Арайды шақырып жіберші деп дауыстады. Есіктен кірген хатшысына Арай, Бағдаттың орнына адам аламыз, бос жұмыс орнын жарияласаңыз, таныстарыңыз болса ұялмай айтыңыз деді де алдындағы бір буманы ұстатты. Мына құжаттарды есепшіге жеткізіп беріңізші деді. Жақсы деген Арай есіктен шыға бере кері бұрылды. Ермек мырза, денсаулығыңыз жақсы ма? Дастан мырза сізді ауырып қалды деп хабарлағанда уайымдап қалдық деген сәтінде бет ұшының қызыл күреңге боялғаны. Жақсымын, алаңдағаныңыз үшін алғыс айтамын деген күйі Арайға жылы жүзбен қарады. Көмекшісінің өзіне деген сезімі барын қыраңғы көңіл күйі байқаса да сыр алдырмайтын. Жұмыстан шығаруға себебі жоқ. Қызметі мүлтіксіз атқаратыны көңілін тыныштандырады. Бірақ мұның көпке созылмасын түсінеді. Дастан оралған соң кадрлық өзгерістер күтіп тұрғаны анық. Сол уақытта Арайды басқа бөлімге ауыстырғаны жөн болар. Есінеп мөп-мөлдір жанарлар қайта оралды. Елес секілді, қылам береді. Сол бір көздерге ғашық болып қалғандай бірнеше мың тұрғыны бар қаланың қай бұрышынан табады. Осы аптаның қарбаласқа толы болғаны соншалық Ермектің жұмыста түн-түндігі түрілгенше отыруы көбейді. Жаңа компанияға қатысты жоспарлар, бірнеше жылдық стратегиялар. Өзі басқарып отырған компанияның қаржылық тұрақтылығы, тапсырыстардың уақытында жеткізілуі, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайлары, қол астындағы 50-ге жақын жанның еңбек ақыларының уақытында берілуі. Жұманың жұмысы аяқталар сәтте телефоны шырылдады. Экрандағы Дастан деген жазуды көрді де: «Алло, достым, жолға шықтым. Бүгін Жанарды кешкі асқа шақырғым келеді. Пәтерді бос қалдырсаң» дегені. Өз пәтерің бар емес па деген Ермекке жинамағалы біраз болды. Оған уақытым да тығыз. Бір жолға құтқар деп жауап айтты. Жақсы, апама барармын. Арты өкіндірер қылық жасап жүрме деді. Ой достым, сен де айтасың. Өзің қалайсың, дайынсың ба деді дауыс ырғағын көтеріп. Дайынмын деді сыздана. Жақсы, кездескенше деген Дастан тұтқаны тастай салды. Жұмысын аяқтаған Ермек орнынан қозғалды. Анасына ескерту үшін қоңырау шалды. Сыбырлай жауған жаңбырдың тамшылары терезесіне тырс-тырс тамып келеді. Қою қараңғылықты жарықтандырып тұрған жарық шамдары түнгі қаланы әсемдікке бөлейді. Күздің осы бір сәтін, әсіресе жаңбырлы күндерін жаның сүйе бермейді. Анасының дайын асынан ауқаттанып алды да төргі бөлмедегі жұмыс үстеліне жайғасты. Жұмысын жалғастырғысы келгенімен ойының бәрі басқа жақта еді. Көптен кітап оқуды ұмыт қалдырыпты. Кітаптар тұрған сөреге көз жүгіртті. Таныс жазулар. Бәрін оқып шыққан. Жаңа кітап қолына алды. Махаббат хикаясы. Диванға қисайды да бас салып оқи бастады. Тоқтай алар емес. Соңғы бетін жапты да терең тыныстады. Сол бір елес санасын түртіп өтті. Қол жетпес сағымдай жүрегін қытықтаған тәтті сезімді қалың ойдың түбіне жасыра салды. Жоспарлаған шаруасын анасынан жасырып келсе де айтуы, ескертуі қажет. Барлығын жайып салмаса да шет жағасын естіртері анық. Анасының ашуынан қорқады. Сондықтан ертеңнен қалдырмай сөйлескенді жөн көрді. Келісімге қол қойылып қойылған. Жаңа компанияның құжаттарын дүйсенбі күні қабылдап алуы қалды. Мақсатына жетсе де жүрегінде тыныштық жоқ. Банкроттықтың алдында тұрған компанияны құтқарса да өзін кінәлі жандай сезінеді. Көздегені кек болғанымен адамгершілігі басымдаума. Таңғы асты аяқтай бере сөз бастады. Мұның айтарын естіген анасының түрі бұзылып кетті. Балам, сенен мұндайды күтпедім. Расымен банкрот болып па, әлде сенің көмегіңмен ба деді, баласынан көзін алмай. Менің қатысым жоқ. Сенбесеңіз Дастаннан сұрауыңызға болады деді, сөз арасында Дастанды қыстырып. Дастан сенің сөзіңді сөйлері анық. Енді жұмысшыларға не болады?
олардың обалына қалып жүрме, деді анасы қынжыла. Ол жағына алаң болмаңыз, жұмыс орны сақталады, деді Ақтала. Жақсы бопты. Лайым адалынан жүргейсін, Құдайым бәле-жаладан сақтай көр. Ол жамандық жасаса да, дей бергенінде ермек жалма-жан. Апа, олай айтпаңыз, деді жағаласа. Рас, дүниені жоққа шығара алмайсың, мойындауыңа тура келеді. Зияны тыйып жүрмесін, деді де ауыр күрсінді. Орнынан көтеріліп бөлмесіне бет алды. Апасының ренжігені сөзсіз. Болар іс болды. Енді кездесу қалды. Анасының алдындағы кінәсін ақтағысы келді ме, ермек аулаға шығып шаруаға кірісті. Күннің көзі көрінгенімен салқындық табы сезіледі. Кешегі жаңбырдың салдарынан барлығы суланып үлгеріпті. Сарайғайған жапырақтарды сыпырып алып, қоқыс қаптарына толтырды. Жазғы құдықтың бетін жауып, ұсақ-түйек шаруаларды реттестірді. Осылай жүріп, түс болғанын аңғармады. Анасының балам тамаққа деген жұмсақ даусын естіді. Демек, ашуы басылған.